Бәріңізге ассалаумағалейкум. Үндістан деген кезде барлығымызға киноларындағы, сериалдарындағы көріністер, адамдар көз алдымызға келеді. Және киноларында керемет қылып көрсететін соншалық барып демалып қайтқыңыз келеді. Алайда, бәрі сіз ойлағандай емес. Егер де Үндістанға барар болсаңыз, кез келген жерден тамақтанбағаныңыз жөн. Себебі сізге көпшілік қарапайым орында тамақ қалай жасалатынын көрсетеміз. Үндістан тағамдарының суретін көрсеңіз, бір әуесіңіз келіп, жеп көргіңіз келеді. Алайда, мына адамдарға қараңыз. Осында үлкен қазанға істелген тағамды көріп таңғалсаңыз, бір жағынан желкенесіз. Мына бір адам су кешіп жүргенде қазанның ортасына тұрып алып, шелектеп алып жатыр. Егер де тазалықты сақтап, аяғына үлкен пакет кисе, түсінер едік. Алайда, мына тұрысына қарап, итке тамақ беріп жатыр ма деп ойлап қаласың. Дамыған елдердің кәсіпорындарында шығарылып жатқан мына тағамдарды көріп, қызығып қарап тұра бергің келеді. Ал ендеше Үндістанның осындай өнім шығаратын кішігірім кәсіпорнын көрейік. Мына арнайы пішіндерге, ыдыстарға салынып жатқан қандай тағам екенін ойлап көріңіз. Егер де білетіндеріңіз болса, жазып қалдырыңыз. Мына үлкен қазанның ішінде қалай жүргендерін қараңыздаршы. Бұл қазанда жүрген 3-4 адамнан гөрі жаңағы жалғыз адам дұрыс секілді. Ал мына аяқ киімдер қайда барып келмеді десеңіздерші. Алайда, әлемде адамдарды қалай болса да тамақтандырып, ақша табу үшін бәріне баратын адамдар аз емес. Ал ендеше, бұл неден жасалады, көрейік. Көріп тұрғандарыңыздай, мына ағашты сығып, суын қазанға жинайды. Бұл қазандағы суды көріп, басқа нәрсе есіме түсіп кетті. Және де, суда жүрген мусорды қараңыз. Барлығымыз тауықтан жасалатын тағамдарды жақсы көреміз. Кейде ауырып қалсақ, дәрігерлер тауықтан жасалған сорпаны ішуді ұсынады. Бәріңізге белгілі, Үндістан ыстық ел. Ол жерде тауықтарды тез дәрілемесе, ауру тез шығып кетеді. Енді осы тауықтарды тазалап, етін жинап жатыр. Мына құлап қалған тауық етін есе, ешкім алғысы жоқ. Ақыры мына жігіт алды. Алайда, жумай лақтыра салды. Енді бұл ет арнайы ыдыстарға салынып, қайда, қай елге екені бізге белгісіз, бірақ жіберіледі. Сондықтан кез келген затты алған кезде тазалап жууды ұмытпаңыз. Қазақ халқы одан жасалатын тағамдарды жақсы көреміз. Әсіресе одан жасалатын нанды ас атасы деп білеміз. Ендеше мына нақұрысқа қараңыз. Өзі жейтін қамырды аяғымен илеп жатыр. Аяғын жумағанда шығар. Ал мына пол есе тазаланбаған болуы керек. Себебі күнде илене беріп, шаңында қалмаған шығар. Сонда да осы тастардың арасынан мынандай шықпауына кім кепіл? Бұларда диірмен жоқ па, пісіру орындары жоқ па деп жатқан шығарсыз. Диірменде, пісіру орындары да бар, алайда нашар қалыпта. Ал ол жердегі жұмысшылардың жүрісі есе көңіл толарлықта емес. Күннің ыстығында көпшілігі тұтынатын мына сусынға қарасаң, түсі керемет. Алайда, істелумен істеген адамға қарасаң, айтарға сөз жоқ. Сіздерге азда болса мәлімет бере алдық деп ойлаймын. Бейнеролик ұнаған болса, лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар.